Дарвинді мәселен оның международный сотқа да берген. Адамзатты маймылдан жаралды деп айтты деп. Оның Дарвинді халықаралық сотқа беріп, оны мәселен халықаралық сотпенен адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген үкімді шығарып тастаған. Ол біздің елдерде сол жаңадан кітап жазатын адамдар шықса, иншалла оны алып тастайды иншалла. Кеше советтің уақытындағы адамдар жазған кітабы сол күйі қалып кеткен ғой ол. Ал бірақ ешбір мұғалімнен маймылдан жаралғанбыз ба деп сұрасаң, оны иманды мұғалім ешбіреу айтпайды. Баяғыда советтің уақытында да біздің мұғалімдеріміз болатын. Сол адам маймылдан жаралған деген жеріне келген кезінде ол дұрыс емес деп айтатын. Советтің уақытында. Бұл қате пікір. Бұл мәселен Дарвин деген біреу адам мен маймылдың арасында бір ұқсастықты көріп қалды. Сөйтті де бұл адамның арғы тегі маймыл болса керек деген ойды айтты. Соңын ол біреулерге керек болды да оны үрлеп Дарвинді профессор дәрежесіне көтеріп тастады. Ол Дарвин қайсы мектепте оқыды, қайсы университетте оқыды, ол ештеңені оқымаған біреуді ол. Бірақ ол адамзат пен маймылдың арасында бір ұқсастықты көріп қалды. Дарвинизмнің жолын ұстайтындарға мен айтамын да. Адам қалай ол маймылдан адамға затқа айналды десең, еңбекпен дейді. Ол еңбекпен болса эволюциясы бар, еңбегі бар. Мынау серіктегі маймылдар 100 жылдан бері мәселен келіп жатқан маймылдар бар да, атасы, баласы, немересі дегендей былай. Олардың паспорттары да бар. Олардың қайсы жерден келді, қандай племеден келді, қандай несі бар, бәрі бар да. Солар не бір серікте түріктер жасайды да, адамзат істей алмайтын амалдар істейді. Мыналар неге маймылға айналмай жатыр десең, олар айтады, беттері бүркетпейді. Ол дейді, адамға айналады дейді, 1 миллион жылдан кейін дейді. Сол сияқты маймыл мен адамзат салыстырып болмайтын нәрсе ғой. Маймылда не ақыл жоқ, не білім жоқ. Маймыл дегенің ана біз Мекке мен Мединенің арасында 200 километр шыққан кезде сол жерде маймылдардың мекені бар. Сонда жаңа маймылдар келіп отырады жолдың жағасында. Сонда Дарвиннің аталары да о. Сол жаңағы жолдың жағасында отырады. Сонда жаңағылар күн ыстықта енді 60 градус. Машинаның ішінде кондиционер болса қиналып қаласың ол жерде. Кондиционер болса сен емін-еркін жүресің. Сонда көшеге шығатын болсаң, ана күннің ыстығы соншалықты жілік майыңа ыстық барып тұрады да. Ыстық кәдімгідей жілік майыңа барып тұрады. Сезесің, жілік майыңда ыстық ұрып атқан сезесің. Сонда ана маймылдар, бейшаралар үстеріне тондарын киіп алған, астынан тастың ыстығы ұрып атыр да, үстіне күннің ыстығы ұрып атыр да. Ана өткен адамдар жаңағыдегі бір бананның қабықтарын тастап кетсе, нанның қалдықтарын тастап кетсе, соны жеп отыр да. Айуан да ол. Құрт құмырсқа жейтін айуан, тау таста өмір сүретін айуан. Ода ақыл, парасат деген нәрсе жоқ. Дұрыс енді, айуанның өзіне жараса ақылы болады. Сондай ақыл бар да ода, адамзаттың ақылы жоқ онда. Адамзат мені мәселен мынандай мешіттерді салып, осындай уағыздарды тыңдап, самолетпен ұшып, поездбен жүріп, не бір жақсылықтарын, Алла Тағаланың жақсылықтарын пайдаланып жатыр да. Сол себептен оны мәселен қазіргі күнде айтса, оны жас баланың өзі күледі да, мектептегі балдардың өзі күледі. Ағай, онда сіз маймылдан жаралғаспа десе бітті да сонымен. Ол советтің уақытында Алла Тағаладан қорқатын, бұл адамзаттың шынымен атасы Адам алейхиссалам екенін адамдар білген. Құран-ы Кәрімде Алла Субханала Тағала وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً дейді. Есіңізге алыңыз, Раббыңыз періштелерге былай деп айтып еді, мен жерде өзіме орынбасар жаратамын деп. Яғни орынбасар Адам алейхиссаламды Алла Субханала жаратты. Ол мәселен адамзатты егер жекпе-жекке шығатын болса, адамзатты бөлек-бөлек қылып тастайтын жануарлар бар. Мәселен аңдар, арыстан болсын, жолбарысы болсын, басқа аңдар болсын, қасқыр болсын мысалы. Қолыңда ештеңе болмаса сен ол бөлек-бөлек қылып тастайды мәселен. Бірақ солардың қайсысы дүниені басқарып жатыр? Дүниені басқарып жатқан тек адамзат та. Өйткені Құранда Алла Субханала инни жаилун фил арзи халифа деді. Мен жерде өзіме орынбасар жаратамын деді.